Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгін сіздермен өте оңай жолмен жасалатын чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын арнаға тіркеліп қоюыңызды сұраймын. Бұл рецепті мен көп жылдар бойы қолданып келемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ал енді қамыры үшін алдын ала електен өткізіп алған ұнымыздың үстіне 3 дана жұмыртқа саламыз. Оның үстіне ас содасын саламыз. Содан соң шай қасықпен жартылай тұзымызды салып, барлығын жақсылап қолымызбен қамыр етіп илеп алатын боламыз. Ешқандай су ештеңе қоспаймыз. Осы жұмыртқаның өзімен илейтін боламыз. Кішкене қолға жабысқақтау осындай сап-сары қатты қамыр дайын болады бізде. Бұл қамырларымызды 2 бөлікке бөліп, пакетіміздің ішіне салып, 10-15 минутқа тындыруға алып қоятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз тынып, жақсы болып бойын алып қалды. Ендігі кезекте біздің қамырымызды бір тегіс етіп, жайып шығатын боламыз. Қатты жұқа етіп жайып қоймаңыздар. Мінекей осындай қалыңдықта жарайды. Мінекей біздің чак-чактың қамырын осылай кеспе етіп кесіп алдым. Қазір қызып тұрған майда өте жылдам және тез пісетін болады. Сондықтан да араластырып тұрыңыздар. Бар жоғы 30 секундта пісіп шықты. Содан соң осылай құрғақ табаға салмасына күнжіт қосамын. Бұл міндетті емес, қалауыңыз бойынша. Содан соң сироп дайындаймыз. Ол үшін бізге құрғақ табамызға шекер, оның үстінен кішкене ғана су, содан соң мед саламыз, яғни бал. Бұл бал менде натуральный, табиғи бал. Егерде сіз магазиннің балын қолданатын болсаңыздар, ол да жарайды. Енді барлығын орташа отта қатты етіп пісіріп аламыз. Мінекей осындай көпіршіктер шығып дайын болғанда, осылай біздің дайын болған чак-чактың үстінен құйып шығамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң өзіміздің қалауымыз бойынша қалаған ыдысымызға салып, осылай астынан пакетик төсеп қойдым. Содан соң қолымызды сулап алып, осылай чак-чактың үстінен қатты етіп басып шығатын боламыз. Мінекей мен барлығын басып дайындап алдым. Содан соң бетін жауып, тоңазытқышқа 3 немесе 4 сағатқа әбден қатқанша алып қоятын боламыз. Біздің чак-чактың ішіне күнжіт салғаннан кейін дәмі өте ерекше болып шығатын болады. Мінекей 3 сағаттан кейін мен чак-чакты алып, қазір кесіп көрсететін боламын. Өте қатты болып өзінің формасын ұстап тұр. Бұл рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген жаңағы өзіңізге ұнаған өрік, мейіз немесе кез келген орех түрін қолдансаңыз болады. Бірақ мен бүгін күнжіт салып жасадым. Дәмі өте керемет болып шықты достар, шын мәнісінде. Бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер және де өз жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода көріскенше аман болыңыздар. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын.